Кезінде сахна өнерінің алыптарымен бір сахнада өнер көрсетіп, өмір мен өнердің ғажайып шақтарын, сол бір жайсаң жандармен бірге өткізген адамды бүгінде кездестіру оңай емес. Ғасырда бір туатын, ғажайып өнер иелерінің көзін көріп, өнегесін өріп, өзі де сол театрда талай әйелдер образының тұтас галереясын жасаған. Қазақстанның еңбек сіңірген артисі, Мұхтар Әуезов атындағы академиялық драма театрының актрисасы, өнерде өшпес із қалдырған Есболған Жайсаңбаевтай сахна тарланына жар болған ағамыздың алтын асықтай ұлдарының асыл анасы Салиха Қожақова апайымыз бүгін студияда қонақта. Қайырлы таң, қош келдіңіз. Қайырлы таң. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы таң. Салиха апай, енді өзіңіз театр сахнасында 50-ге жуық әйелдер рөлін сомдадыңыз. Талай кинофильмдерге түстіңіз. Енді өзіңіз армандаған рөлдердің бәрін ойнадым, сомдадым деп айта аласыз ба? Мен Қарагөзді ойнадым, Баянды ойнадым, Ақтоқтын ойнадым деп айта алмаймын. Бірақ екінші план болады, бірінші план болады, сол екінші пландағы рөлдерді ойнадым. Абайда Мағышты ойнадым, Қобландыда Қарлығашты ойнадым, Түнгі Сарында Мөржанды ойнадым. Осындай екінші пландағы рөлді ойнадым. Енді армандаған әрине армандайсың. Өйткені апаларымызды көрдік. Біздің ең бетке ұстар қаймақ, біздің Сабир апам, Шолпан апам, Қадиш апам, Фарида, мына Нүкетай, біздің Торғын. Біз келген кезде бітіріп 61-ші жылдан бастап сол театрда қызмет еттім. Сол жылдар келгенде бәрі жас. Шолпан апам да жас, Зәмзәм апам да Зәмзәгүл де жас, Фарида да жас келді, Торғын, Нүкетай, ойпырмай өрімдейінде Раушан. Осы сондай жастардың ішіне келдім ғой. Мен ауылдан шыққан қыз, 2 жылдық бітірдік, Әзірбайжан ағайдан Мәмбетов ағайдан бітірдік, Нұрымхан ағадан бітірдік, өте жақсы мұғалімдер, ұстаздарым, атақты ұстаздардан оқыдым, мінекей, білімді, сондай өнерлі, сондай адамдардан бітіргеніме қуанам. Сол бітіріп келгенде жас солардың ішіне түстім. Өзім ауылдан келген ұялшақ, оның үстіне 2 жылдық студияны бітірдік. Содан кейін енді өзің ойла. Олардың ішіне түскеннен кейін 2-ші состав қып береді, кейде 3-ші состав қып береді. Олар әлгі 9 ай көтеріп туғандай рөл алса, спектакль 2 ай, 3 ай дайындайды. Біз немене? Тез репетиция жасап, ладно, ойнайсың ғой деп, Әзірбайжан ағай сондай болатын. Сөйтіп шықтық біз сахнаға. Тауба, ол енді оқу бір бөлек, бірақ біз апайлардан үйрендік. Жүріс-тұрысты, сөйлеуді, өнерде болсын, өмірде болсын, сол кісілерден көп тәрбие алдық. Салиха апай, енді өзіңіз айтып отырсыз ғой, театр саңлақтарының көзін көрдім. Солармен бірге бір сахнада рөлді сомдау бақыты бұйырды деп. Ал ол кісілерден жаңағы алған сабақтарыңыздың өмірде, өнерде пайдасы болды ма? Пайдасы болды. Ол кісілер көмектесті. Сәбир апам, мысалы, ана Жирананы мен Жанболатты ойнадым, немересін. Деп қойғанда, Айтыматовтың. Жанболатты ойнадым, онда тұрмысқа да шықпаған кезім, жас кез өте жақсы ойнадым, мен мақтанып айтайын. Москвада критиктер мақтады. Ондан кейін енді Әзірбайжан, ладно, енді қанша ойнайсың, болды енді. Босанып келгеннен кейін, анау Әлиманға дайында деді. Сәбир апама тапсырды. Сәбир апам дайындап шықты. Ана Жирананы. Ол кісіден үйрендім. Салмақтылықты, сөйлеуді, сонан кейін ол кісі жетектеп, бізді сөйтіп шығарып, сол кісілерден үлгі алдық. Қалай сөйлеуді, қалай нетуді, бұлай жүр, бұлай тұр деп, сол кісілер мені Ана Жиранада тәрбиелеп шығарды. Сол Ана Жиранада Әлиманды ойнадым. Содан кейін мынау Фарида Шарипова бізде Сәкен Сейфуллин туралы мынау спектакль дайындады. Біз періште емес. Сонда 40 жасқа да жетпеген кемпірді ойнадым. 40-қа жетпегенім. Енді маған қиын түсті кемпірді ойнау. Қазір енді кемпірлерді ойнап жүрміз ғой. Сонда Әзірбайжан ағай айтты, Фаридаға көмектесіп сөйтті. Енді пәкең кішкене көмектесті, шыны керек, бірақ әр есікті жауып алып, өзім анау түрменің баласына келген жерде зарлап өлең айтып, сол жерде енді ол жерде де енді жаман ойнағам жоқ әрине. Мақтаған Ғазиз апайлар, жаңа Мұхаммеджан Қалтай ағаның несі ғой, сол кісілердің Фарида апай сол Қалтай ағаның жолдасы. Сол кісілер риза болып, ой айналайын, жақсы ойнадың деген сөз, қандай жылы сөз адамға демеу болады. Сондай жылы сөз керек қой, бізге ашық қабақ керек. Енді театрда кішкентай рөл болмайды дейді. Сіздің болмысыңыз қандай рөлге жақын?
Драмаға ма, әлде комедияға ма? Актриса болғаннан кейін бәрін ойнау керек. Бәрін ойнау керек. Драманы ойнау керек, комедияны ойнау керек. Белғыздар-ай деп қыз кезімде Белғыздар-айды ойнадық. Ол комедия. Енді мен ауылдан шыққан ұялшақ, кішкене қазақтың әйелі, мынау әйелдеріне, қыздарына жақындау, өзім сондай жақындаумын. Мысалы, недегі Абайдағы Мағыш. Қыздар жігіттерге сондай сөз айту үшін қазір енді ондай емес қой уақыт. Ол кезде сондай рөлдерге өзім жақын болдым, мысалы. Комедия болсын, енді трагедия болсын, қандай енді сондай рөлдерге өзім жақындаумын. Анау Түнгі сарында Мөржан, ол да менің өзімнің жаныма жақындауда. Сондай қыздар, ұялшақ қыздар, несін айта алмай, сондай бір бетке тура айтады ғой қазір, ондай қыздарға мен онша нете алмай, сол өзіме жақындау рөлдерді жақсы көрем. Ал Есболған ағамызды енді аға буын көрермендер ол кісі сомдаған рөлдерді әлі ұмыта қойған жоқ. Ұмытқан жоқ. Ал ол кісі рөл сомдауға қалай дайындалушы еді? Ол Бақтиярды ойнаса, мен Айбаршаны ойнадым. Сол кезде екеуміз дайындаламыз ғой, ол кішкене алғыр болатын. Осы бірдеңені тез тауып кетіп, анау біз за столом отырамыз, онда 2 ай 3 ай дайындайды. Кейбіреулер тез таба қояды, характерлерін отырып сол жерде мінездемесін бәрін тауып ала қояды. Кейбіреу ойланып, барып, ізденіп сөйтеді. Мен мысалы енді тез табам деп айта алмаймын. Бірақ Есболған осы бірдеңені таба қоятын. Осы өзінің жаратылысы сондай екенде білмеймін, маған көп көмектесті. Актерлік шеберлік. Өте шебер болатын, өте мектепте де жақсы оққан екен, өте осы алғыр жігіт болатын, дайындалып. Бірнеше спектакльде бірге дайындаламыз екенбіз. Сонда маған да көп көмектесетін. Сөзді талқылау жағынан, сөздің астарын ашу жағынан өте шебер болатын Есболған. Өте алғыр болатын. Бірдеңені таба қояды, Белғыздар-айда. Есімізде жоқ, жылан қойып қойыпты, оны білмейміз ғой біздер. Жыланды суырып алып, немесе шприц, анау кімнің Белғыздар-ай сөнген ой жігіттер-айда Есболған Серкен ойнайды. Сонда Рахметбай мынандай уколы шприцті алып алған, бүйтіп, әлгіні алып неткенде бәріміз құлақ балдық. Соны қайдан тапқанын білмеймін. Содан кейін ауылға барғанда, неде қозы көрпеште жантықты ойнап барды. Мен таңсықты ойнаймын, ол шықты да, қойнынан ойбай, оның түгі жоқ, өзі бір жаман күшігінен басқа деп қойнынан бір күшікті суырып алды. Оны білмейміз біз. Сөйтсек ауылға барғанда бір күшікті алып алған қойнынан. Енді сөз қалды, бәріміз Нұрымхан аға деген күліп ол шығып кетті, бәріміз жырт. Осындай бір тапқырлық бар еді. Салиха апай, ал актер болу үшін адам бойында қандай қасиеттер болу керек? Актер болу үшін енді әрине оқу бір бөлек, бірақ өзіңнің қаныңмен келетін, сол келе жатқан қаның, мысалы шешең ба, әкең ба, біреуінің өнері болады, өлең айтатын, домбыра тартатын. Менің бауырларым шетінен домбыра тартатын. Әкем өлең айтыпты, шешем де бекер адам еместер. Әкемнің ағасы маған баяғыда паровоз деген өлеңді үйреткен. Сол паровозбен осы Алматыға келдік қой. Сол паровоз деген қыз бар еді, жоқ болып кетті ғой деп айтады дейді. Сонымен қатар сіздің тоқманы жақсы тоқитыныңызды білеміз. Өлеңге оқисыз, поэзияны жақсы көресіз. Енді бүгін студиямызға келіп отырғаннан соң өзіңізден өлең сұрасақ. Әке, сенің тастап кеткен мұраңды 4 немерең көрген шақта қуанды. Терің сіңген тақияңа жармасып, алма кезек бірінен соң бір алды. Искейді мұрындарын шүйіріп, шешем отыр, тәуба деп сүйеніп. Кейіс мұрын келінің де қарап тұр. Сәбилер-ай, сәбигімді тыңдамақ. Сездің бәке, тастап кеткен мұраңды, жатыр әне ұрпақтарың жылмалап. Сезбейсің ау, ардағым. Артыңда сенің қанша қалған ұрпағың. Сезбейсің ау, өшпеген отыңның. Өзің жаққан ортасында қоқымың. Өзің жоқсың, өзің болып отырмын. Бәрекелді, үлкен рахмет. Салиха апай, енді алтын уақытыңызды бөліп бүгін студиямызға келіп, салихалы әңгіме айтып бергеніңіз үшін өзіңізге шын жүректен алғысымызды білдіреміз. Денсаулығыңыз зор болсын. Сізге тек қана шығармашылық шабыт тілейміз.